елінде күн нұрын төккен, жерінде гүл жұпар сепкен, неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Туған өлке тарихы Алматы облысы Сарқан қаласында орналасқан Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи саябағының экскурсиясына тоқталғым келеді. Мақсатымыз білім алушыларды табиғатты қорғау қызметіне тарту, экологиялық мәдениетті және туған өлке табиғатына экологиялық барланған қатынасты тәрбиелеу. Табиғаты асқар, таулармен астасып, қарағайлы орман тоғайлармен кестеленген, көркем өңірде қоныс тепкен Сарқан қаласы, Жетісу Алатауы тау сілемдерінің етегінде орналасқан ерекше мекен. Дәл осы Жетісу Алатауы тау сілемдеріне қарасты 2010 жылы үкімет қаулысымен Сарқан қаласында Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы ашылған болатын. Және де осы жылы ұлттық саябақ жағынан мұражайда экскурсияның тек оқушылар мен саяхатшылардың ғана емес, сонымен қатар әртүрлі жастағы келушілердің білім деңгейін көтеруде оқу-ағартушылық өлкетанулық маңызы зор. Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 2010 жылдың 30 сәуір күні құрылған болатын. Алматы облысы бойынша ең жас табиғи паркіміз болып саналады. Ұлттық табиғи паркіміз Сарқан, Алакөл және Ақсу аудандарынан тұрады. Жалпы аумағы 156.022 гектарды құрайды. Бұл парктің негізгі құрылу мақсаты табиғатымызды, жан-жануарларымызды, өсімдігімізді, табиғи ландшафтарымызды, көркем және әсем табиғатымызды мәз қалпында сақтап қалу және келер ұрпаққа табыс ету. Дәл осы саябаққа қарасты біздің ауданымызда туристік қызығушылық мақсатында ойластырылып отырған 8 нысан бар. Солардың ішінде атап өтсем, Шумский мұздығы теңіз деңгейінен 4442 метр биіктікте орналасқан әдемі мұздықтардың бірі. Аманбөктер демалыс орны арқылы барады. Халық арасында оны Сәукеле деп те атайды. Жоғарғы Жасылкөл 2262 метр биіктікте орналасқан. Көлдің жағалауы тік жартасты, су өте суық болып келеді. Сонымен қатар, ұлттық саябақ аумағында туристік сапар барысында түрлі қиындықтарға ұшырамау үшін арнайы мамандар шатыр тігу және оны қолдану ережелері мен талаптарын сақтау керектігін көрсетіп таныстырады. Күнделік жағдайда тауға шыққан кездерде қолданатын палаткамыз, яғни бұл көріп тұрғандарыңыздай атпен жүргенге, жаяу жүргенге ыңғайлы, көтеріп жүргенге, және де адам сыйымдылығы жоғары. 3 адамға дейін жата алады. Ал енді палатканы құрайық. Яғни тіреу бөлігі. Палатканың негізгі бөлігі құралды. Келесі бөлік бұл, яғни жаңбыр шашын кезінде, қар жауған кездерде қорғайтын бөлігі. Екінші слой. Тұмса табиғатының таң-тамаша қыларлықтай ерекше қайталанбас жерлері біздің өңірде жетерлік. Біз үшін үлкен мақтаныш. Туған жеріміздің осы бір керемет көріністерін барша қазақстандықтарға таныту біздің экскурсиямызда толықтай баяндалды. Осы тектес көрікті мекендерді ашып, халыққа жетерліктей деңгейде көрсетуіміз керек. Елбасы өз сөзінде 2030 жылға дейін еліміздің жылдық ішкі өнімінің 50%-ын қызмет көрсету саласы құрау керек деп алдымыз биік мақсат қойып берді. Сол биік мақсатқа қол жеткізу үшін біз еңбектенуді тоқтатпаймыз. Біздің ұранымыз отанды сүю парыз, сүю үшін білу парыз.